Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында Қазақ балетіне 89 жыл арт альбомының тұсауы кесілді. Альбомда бір ғасырға жуық уақыт бойы қойылған ұлттық спектакльдердің тарихы жинақталған. Альбом үшін 65 авторлық сурет иллюстрациялар жасалды. Оларда еліміздің бүкіл балет театрларының және би труппаларының бүкіл ұлттық спектакльдері кірді. Біз арт альбомды бір жыл бойынша дайындадық. Дамир Розымбетовтың жетекшілік ететін Қазақ балет креативті лабораториясының қолдауымен және де Нұрсұлтан Назарбаев қорының гранттық қолдауымен осы альбом жарық көрді. Тұсаукесермен қатар іс-шарада көрме ұйымдастырылды. Баспа жобасына енген суреттер театр фойесіне қойылды. Туындылар акварель, гуаш, акрил сияқты неше түрлі бояулармен салынған. Суретші Жанат Баймұханова дайындық барысында қиындықтар көп болды. Тіпті кейбір кезде балерондардың билегеннен шабыт алып отырдым дейді. Было очень трудно, конечно, потому что... Оңай болған жоқ. Әсіресе түс реңін, театр жарығын, артистің болмысын үйлестіріп, оны ерекше суреттеу қиын болды. Бірақ біздің қолымыздан келді. Қуаныштымыз. Осындай мүмкіндік берген ұжымға көп рахмет. Тоғжан жеңіп алған гранттың арқасында біз Қазақстан өнеріне өз үлесімізді қостық. Вот этот дух этого балета был очень сложный. Қазақ балетіне 89 жыл атты арт альбомы бір жыл бойы дайындалған. Жобаның мақсаты қазақ музыкалық хореографиялық өнерін визуалды кескіндеме арқылы сақтау және танымал ету. Альбомда спектакльдің ұжымы, премьералардың нақты күні мен қысқаша мазмұны көрсетілген.